Құрметті оқырмандар, жерлестер, елімізде пандемия кезеңінде коронавирустық инфекцияның таралмауына жол бермеу мақсатында карантин енгізілгені белгілі. Кітапхана қашықтық режимінде жұмысын атқаруда. Күйші, сазгер, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 90 жыл толуына орай сіздерге жалпы өмірбаяны мен шығармашылығына шолу жасамақпын. Тілендиев Нұрғиса Атабайұлы 1925 жылы 1 сәуірде Алматы облысы Іле ауданы Шелікемер ауылында дүниеге келген. Жалпы Нұрғиса Тілендиев жастайынан дарынды, еңбекқор бала болып өскен. Өмірде де, өнерде де ең алғаш білім алған ұстазы ол әкесі болған. Әкесі Тіленді, ол да сол ауылдың әншісі, күйшісі, сазгері болған. Әкесінен ерте айырылған Нұрғиса бір күні үйдің үстіне шығып күйін тартып отырғанда үйдің жанынан бір ағай өтіп бара жатады. Ол кісі Нұрғисаның талантын байқап бірден қасына келіп, сен күйді қаяқтан үйрендің деп сұрағанда, мен әкемнен үйренген дейді. Әкең кім деп сұрағанда, Тіленді деп жауап береді. Содан анасын шақырып, мына баланың күй тартысы мүлде ерекше екен деп анасына мақтау сөздер айтады. Анасына, мына баланы менің тәрбиеме берсеңші, мен сол кезеңдегі музыка пәнінің мұғалімі Ахмет Жұбанов болатын. Менің тәрбиеме беріңіз, мен бұның күйшілік өнерін одан әрі дамытайын деп анасынан сұрау алады. Сонда анасы, иә, әкесінің арманы ғой, қайтып рұқсат етпейін, сізге тапсырамын деп баласын табыстайды. Одан әрі Нұрғиса Тілендиев өз өнерін осы Ахмет Жұбановтың қолдауымен көкке қарай өрлейтін болады. Тіленді ұлы Нұрғиса қазақтың музыкалық мәдениетіндегі сал-серілік дәстүрдің соңғы тұяғы. Нұрғиса Тілендиев өзінің өнерінің шарықтау шегіне жеткен кезде Екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Соғысқа өзінің өтінішін білдіріп, соғысқа қатысып, аман сау оралады. Елге оралған Нұрғиса Тілендиев өзінің өнерін ары қарай дамыта бастайды. Еркін төгілген әсем әуен, сымбатты ырғақ, нәзік лиризм, композитор шығармаларына тән қасиет болатын. Жалпы алғанда Отан ордені 2 рет, Еңбек Қызыл Ту орденімен және медалдармен марапатталған. Тіленді ұлы Нұрғиса өзінің барша қабілет дарынын халқының рухын асқақтатуға арнаған болатын. Бұл жолда ол халқының етене тіл табысып, халқының сырласы да, мұңдасы да бола білген. Нұрғиса Тілендиевтің бірнеше